Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 56-шы сабақ сабырлы бала тақырыбын өтетін боламыз. Сабағымызды бастамастан бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне сұрақтарыңыз болса жазып өтсеңіздер болады. Бүгінгі сабақта мәтіннің мазмұнын суретпен салыстырамыз және де кейіпкерлердің мінез-құлқын бағалауды үйренетін боламыз. Олай болса, бізге берілген бірінші тапсырма мына қасиеттердің қайсысы ұнайды? Бізге мынандай қасиеттер берген: сабырлы, ақылды, өнегелі, ержүрек, адал, шыдамды, жанашыр, батыл деген қасиеттер берген екен. Осы қасиеттердің ішінде маған ұнайтыны сабырлық, шыдамдылық, жанашырлық қасиеттер өте қатты ұнайды. Олай болса балалар, келесі біздің екінші тапсырмамызға назар аударыңыздар. Ыбырай Алтынсарин, ағартушы, педагог, жазушы. Қазіргі Қостанай облысының Алтынсарин ауданында туып өскен. Балаларға арнап мектеп ашқан, оқулық жазған. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы дүниеге келіп, 1889 жылы дүниеден озды. Екінші тапсырма түсініп оқы. Аурудан аяған күштірек. Сейіт жүгіріп бара жатып, аяғын сындырып алыпты. Ойбайлап жылаған баласын көргенде, шешесі есінен танып қалады. Мұны көрген Сейіт жылауын тыя қояды. Сынған аяғын орнына салып, таңып жатқанда да дыбысын шығармапты. Қабағын да шытпапты. Сонда сынықшы кісі: «Аяғың ауырмай ма?» деп сұрапты. Сейіт шешесі шығып кеткен соң ғана демін алыпты. «Ауырмақ түгілі жаным көзіме көрініп жатыр. Менің қиналғанымды көрсе, шешемнің жаны онан жаман қиналады ғой. Сондықтан сабырлық қылып шыдап жатырмын» депті. Мәтіннің авторы Ыбырай Алтынсарин. Балалар, мәтіндегі сынықшы сөзі сынған сүйекті орнына салатын емші дегенді білдіреді. Үшінші тапсырма. Анықта. Суретте оқиғаның қай сәті бейнеленген? Суретте балалар аяғы сынған баланың сынықшының алдында тұрғаны бейнеленген. Төртінші тапсырма. Сейіт неліктен шыдамдылық танытты? Ойыңды ортаға сал. Менің қиналғанымды анам көріп, жаны одан қатты қиналмасын деп шыдамдылық таныттым дейді. Яғни Сейіт анасын аяғандықтан аяғы қаншалықты ауырып жатса да, ол ауырғандығын білдірмей шыдамдылық танытқан екен. Бесінші тапсырма. Мәтіннің мазмұнына сай жоспардың ретін тауып белгіле. Бірінші бізде Сейіттің аяғын сындырып алуы болуы керек. Екінші Сейіттің шыдамдылығы. Үшінші Сейіттің шешесіне аяушылық көрсетуі. Мінекей балалар, жоспардың реті осылай болуы тиіс. Алтыншы тапсырма. Бағала. Сейіт қандай бала? Сейіт өте шыдамды, жанашыр, сабырлы, батыл бала екен. Қорытындыла. Жетінші тапсырма. Жағымды қылықтар мен қасиеттерді балалар кімнен, неден үйренді? Жағымды қылықтар мен қасиеттерді балалар ата-анасынан, достарынан, бауырларынан, араласатын ортасынан үйренеді. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабағымыз сіздерге түсінікті болды деген ойдамыз. Егер де сұрақтарыңыз туындап жатқан болса, комментарий бөліміне жазып өтіңіздер, міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Олай болса, келесі сабақта сізді арнамызда күтеміз. Сау болыңыздар.